Марафонымыздың кезекті нөмір 71-ші кітабы ол Сәкен Сейфуллиннің Аққудың айырылуы деген кітабы болып түскен. Бұл кітап негізінен 218 беттен тұрады және ішінде Сәкен Сейфуллиннің өлеңдері, поэмалары, әңгімелері, повестері жинақталған. Жалпы кітаптың басы Сәкен Сейфуллиннің өлеңдерінен басталады. Енді қысқаша өлеңдерін оқып шыққаннан кейінгі ойым, өлеңдер жалпы 1917 жылдан басталған екен. Яғни ол кісінің 23 жасынан шамамен жазған өлеңдері және кейінгі жылдардағы өлеңдері бар. Енді өлеңдеріне келсек, бұл жерде бұл кісінің көбінеки тақырыбы ауылдың ауыл байқұс мінекей жағдайы осындай деген сияқты мағынада көбінеки өлеңдері. Кедейлердің ауыр халі, тіршілігі, кедейлердің байлардың алдындағы ауыр жұмыстары, қызметі сияқты сондай бір кедейлерге жаны ашыған өлеңдері көп екен. Енді бұл білесіздер, Совет өкіметі орнағандағы негізгі ұран осы кедейлердің жағдайын жақсарту туралы болған. Енді одан кейінгі тағы бір байқағанымыз, бұл кісінің өлеңдерінде бір ұйқасы қайталана береді екен, тіркестері қайталана береді екен. Бір қызығы, осы кітапты оқығанның алдында Мұхтар Мағауиннің бір сұхбатын көріп отырып, бұл кісінің Сәкен Сейфуллинді ақындардың қатарына қоспай қойса да болады дегендей бір сөз айтқалады. Мен ол кезде таң қалдым, себебі оған дейін мен Сәкен Сейфуллиннің шығармаларымен таныспаған екенмін. Және таныса келе, бұл кісінің шынымен де билікке көп араласқан қоғам қайраткері ретінде ұлы тұлға, бірақ қаламгер ретінде өзін толыққанды дамыта алмаған қаламгер секілді маған байқалды. Енді бұл кісінің өлеңдерінен кейін поэмалар жазылған. Көкшетау деген поэмасы бар, үлкен ұзақ ауқымды поэма. Поэмасында бұл кісі Көкшетаудың тарихын, Бурабайдың Оқжетпестің тарихын баяндай келе, бірақ өзінің сол кездегі саяси көзқарасына байланысты хандарды қанға құмар, билерді сөз қуған арамтамақтар, батырларды надандар деген сияқты сондай бір сөздермен сипаттайды. Енді басқа ақын жазушыларымыз алыс кетпей, Мағжан Жұмабаев мысалы, сондай хан кенені, Абылай ханды, Батыр баянды керемет әспеттесе, бұл кісі керісінше оларды басқандай жағынан көрсетіп, басқандай сөздерменен жазған екен. Енді тікелей сол кісілердің аттары аталмаса да, жалпы хан, би, батыр дегендегі белгілі. Сол жағы басқа біздің ақын жазушыларымызға мүлдем кереғар келеді екен. Сол Көкшетау поэмасында бір қалмақ қызы тұтқынға түседі, сұлу, сондай бір керемет 17-18 жастағы. Соған батырлар кілең таласады өзіне алуға. Сонымен ол қыз ақылды болып шығады, сайыс ұйымдастырады, барлығы садақтың оғын атады, оқ жетпес деп аталу себебі содан дейді, оның шыңына оқ жетпей қояды. Сонымен ол қыз екінші көптеген мысалдар келтіру арқылы жұмбақ жастырады. Сондай бір көптеген ұзақ поэманың желісі жазылған екен. Енді өлеңдері 116 беттен кейін бітеді. 118 беттен кейін бұл кісінің прозалық шығармалар басталады. Бірінші қыр балалары, екі кездесу сияқты әңгімелер. Ондан кейін бандыны қуған Хамит, баршаға белгілі, бізге де бала күннен белгілі осы бандыны қуған Хамит киносы да бар. Жалпы соның бір қысқа үзіндісі ғана жазылған екен. Содан кейін Омар деген бір әңгімесі бар, және ең соңында Жер қазғандар деген повесті бар. Бұл Көкшетаудың маңайында темір жол салушылардың жақсы мінездерін ашқан десе де, басқандай жазушылардың шығармаларымен салыстыра отыра қарасаңыз көптеген бір шикіліктерін байқап қаласыз. Енді ол таза менің пікірім, онымен келіспеуге де болады. Жалпы Сәкен Сейфуллиннің негізгі шын аты Садуақас Сейфоллаұлы, білесіздер.
Ол кісі 1894 жылы 15 қазанда осы Ақмола облысы, Ақмола уезінде дүниеге келген, және 1938 жылы 25 ақпанда Алматы қаласында 43 жасында репрессияға ұшырап атылған. Өзі құрысқан Совет өкіметі соңына жетіп, бұл кісінің өзін оққа ұшырған. Не дейсіз, бір кем дүние. Негізі бұл кісі алғашқы осы кеңес өкіметі құрылған кездегі 1920-1925 жылдары Қазақ АКСР халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болыпты. Ол былайша айтқан кезде премьер-министр. Сонда ол кезде бұл кісінің жасы небәрі 26-31 жасында бұл кісі үлкен лауазымды атқарған қоғам қайраткері. Және сол қоғам қайраткері бола тұра бұл кісі де шығармашылықты да тастамаған, десе де шығармашылығы өзінің саяси мәнсабынан қарағанда бір саты төменде тұрған секілді болып байқалды біздерге. Осымен бұл кісінің кітабын тамамдадық. Енді келесі кітабымызды анықтасақ. Келесі кітабымыз Фариза Оңғарсынованың Дауа атты